Баршаңызға сәлем. Бананнан өте дәмді панкейк жасау үшін қарапайым және дәмді рецепт ұсынамын. Бұл рецепті таңғы асқа немесе жеңіл десерт ретінде дайындауға болады. Ыдысқа ұн, қант, қопсытқыш, тұз сеуіп араластырып аламыз. Басқа ыдысқа 2 піскен бананды салып, шанышқымен не болмаса блендермен езгілеп пюреге айналдырамыз. Банан пюресіне жұмыртқа салып араластырып аламыз. Сүт құйып жақсылап араластырамыз. Құрғақ қоспаны сұйық қоспаға біртіндеп қосамыз. Бір келкі қамыр болғанша араластырамыз. Соңында өсімдік майын құйып жақсылап араластырып аламыз. Табаны орташа температурада қыздырып, қамырдан 2 ас қасықпен алып табаға құямыз. Панкейктің бетінде көпіршіктер пайда бола бастағанда екінші жағына аударамыз. Шамамен 2-3 минут панкейктің екі жағынан алтын түске айналғанша қуырамыз. Дайын панкейктерді балмен, шоколадты соусымен, жемістермен не болмаса жаңғақпен безендіріп ұсынсаңыздар болады. Бананнан жасалған панкейктеріміз дайын, дәмі өте дәмді, жұмсақ, тәтті және табиғи бананның қош иісімен ерекшеленеді. Аздап ылғалды болып келеді, себебі банан қамырға табиғи нәзіктік береді. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Әйгерім.